Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен қыстық лечо салатын жасайтын боламыз. Бұл салат өте оңай жасалынады және де ерекше дәмді болып шығатын салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең әуелі бізге қызанақтар қажет болады. Қызанақты осылай 4 немесе 5-6 бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткізуге дайындап қоятын боламыз, яғни мясорубкадан өткізетін боламыз. Артық жерлерін барлығын алып, қызанақты 4-5 бөлікке бөліп, алдын ала осылай дайындап қоятын боламыз. Содан соң бізге қызыл болгарский қажет болады. Осы қызыл болгарскийді бірінші ұзынша етіп, содан соң осылай 4 бұрышты етіп, барлығын турап дайындап қоятын боламыз. Көк болгар бұрышында қолдансаңыздар болады, бірақ қызыл болгарский мен лечо салаты өте ерекше, әдемі әрі дәмді болып шығатын болады. Және бізге 2 дана пияз қажет болады. Пиязды ортасынан бөліп, жіңішке ұзынша етіп, алдын ала турап дайындап қоямыз. Негізі лечо салатына көп заттар қолданбаса да, бірақ ерекше дәмді болып шығады. Сол себепті жасап көріңіздер. Енді бізге жасыл түсті болгарскийіміз қажет болады. 3 дана жасыл болгарскийімізді осылай ұзынша жіңішке етіп, турап бұны да дайындап қоятын боламыз алдын ала. Және де жаңағы қызанақтарымызды мясорубкадан барлығын өткізіп аламыз. Менде бұл жерде 3 килограмм қызанаққа 2 килограмм қызыл болгарскийді қолдандым. Толық рецептісін төменге описанияға жазып қалдырып кетемін, сол жақтан көрсеңіздер болады. Жаңағы мясорубкадан өткізген қызанақты бір қайнап шыққан соң баяу отта 30 минут қайнатып алатын боламыз. Және де бөлек қазанымызға сұйық майымызды құйып, майымыз қызған соң жаңағы пиязымызды, 2 дана пиязымызды сарғыш түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Негізі кез келген қыстық банкілерді ошаққа істесеңіздер өте дәмді болады. Енді бізде ошақ болмағандықтан үйде газға жасадым. Пиязды жақсылап қуырып болған соң жасыл болгарскийімізді тағы да жақсылап қуырып аламыз 2-3 минуттан. Содан соң оның үстінен жаңағы алдын ала турап қойған қызыл болгарскийлердің барлығын салып, жақсылап араластырып қуырып алатын боламыз. Бізде 3-4 минут өтті. Қараңыздар, біздің болгарскийлеріміз өте жылтырап, әдемі болып шықты. Осы сәтте жаңағы 30 минут қайнаған қызанақтарымызды құйып шығатын боламыз. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Және де бұл салатты жиі араластырып тұрамыз қайнағанша. Бізде қайнап шықты. Қайнап шыққан соң дәміне қарай тұз саламыз. 2 ас қасық тұз салдым және де 3 ас қасық қант саламыз. Содан соң жақсылап араластырып 10 минут көлемінде баяу отта қайнатып тұратын боламыз. Арасында жиі араластырып тұрыңыздар. Оған дейін мен аскөктерді турадым. Укроп пен петрушка қолдандым. Негізі аскөкті көп қолдансаңыздар өте ерекше дәм береді, әрі салатымызға ерекше сән де беріп тұрады. Сол себепті мен өте көп қолдандым. Және де 2 дана, әрине қалауыңыз бойынша ащы бұрыш қоссаңыздар да болады. Қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Мен 2 дана ащы бұрышты қосып жібердім. Міне бізде 10 минуттай шамасында қайнады. Енді аскөктерді, содан соң жаңағы мясорубкадан өткізілген чесноктарымызды, сарымсақтарымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң 1 шай қасық сірке суы, яғни уксусты құйып жіберетін боламыз. Барлығын салып жақсылап араластырып болғаннан кейін шамамен 10-15 минуттай баяу отта қайнатып пісіріп алатын боламыз. Бұл салатымыз өте жылдам дайын болады. Мен оған дейін қақпақтарым, яғни крышкаларымды осындай суға қайнатып аламын. Және де банкілерді осылай қайнаған суға, осылай микробтарын өлтіріп, атылмайтындай барлығын осылай қайнатып аламын. Міне менің салатым да дайын болып қалды. Түсі де өте ерекше, әдемі болып тұр. Және де дайын болған банкымызға барлығын құйып, оны жауып алсаңыздар болады. Дәл мен айтылған рецепт бойынша бізде 6 литр салат шықты, 2 литрліктен, яғни 3 банка шықты. Егер сіздерге көп жасау қажет болса, көбейтіп жасасаңыздар да болады.
Мен осы 3 банкамды жауып алдым. Отбасымыздың санына байланысты мен әр салаттан аз-аздан жауып, қысқа осылай қолданамын. Егер сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, төменге пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма да тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.